миға медитация қалай әсер етеді? Джон Кабат-Зинн тәжірибелері. Бүгінде медитация бұрынғыдай мистикалық нәрсе емес. Бұл мантра мен хош естер туралы емес. Бұл сананы жаттықтыру. Дене үшін спорт қандай болса, ми үшін де сондай жаттығу. Медитацияға ғылыми тұрғыдан қараудың негізін қалаушылардың бірі Массачусетс университетінің медицина профессоры доктор Джон Кабат-Зинн. Ол зейінділікке негізделген күйзелісті азайту бағдарламасын жасаған. Бұл бағдарлама бүгінде бүкіл әлемде қолданылады. Кабат-Зиннің зерттеулері не көрсетті? 1970 жылдардың соңынан бастап Кабат-Зинн медитацияны созылмалы ауруларды дәстүрлі емдеуге қосымша ретінде қолдана бастады. Оның пациенттері ауырсынудан, күйзелістен, депрессиядан зардап шегетін адамдар тек көңіл күйінің ғана емес, денсаулығының да жақсарғанын байқаған. Сол кезде ол мұның бәрін дәлелдеу керек деп шешеді. Кейінгі жылдары жүргізілген МРТ сканерлеуі мынандай нәтижелер көрсетті. Медитация префронтальды қыртысты қалыңдатады. Ол зейінділікке, шешім қабылдауға, шоғырлануға жауап береді. Қорқыныш пен мазасыздыққа жауап беретін миндалин белсенділігін төмендетеді. Ағзадағы стресс гормоны кортизол деңгейін азайтады. Бұл саған не береді? Егер сен мазасыздық, шаршау сезінсең, ойыңды бір жерге шоғырландыра алмай жүрсең, немесе өмір өтіп бара жатқандай көрінсе, қарапайым зейінділік тәжірибесін қолданып көр. Медитация барлық мәселені шешпейді, бірақ ішкі тыныштық сыйлайды. Ал кейде дәл осы медитация алға жылжуға үлкен қажет нәрсе болып табылады. Медитацияны қалай бастауға болады? Бұл өте оңай. Ал енді медитацияны бастайық. Көзіңді жұм, терең тыныс ал. Сосын жаймен дем шығар. Әр тынысыңмен бойындағы қажетсіз ойларды босатып жатқаныңды сез. Әр дем шығару көбірек тыныштық сыйлайды, көбірек жеңілдік береді. Енді көз алдыңа елестет. Сен ақырын денеңнен ажырап бара жатсың. Жоғары көтеріле бастайсың. Алдымен бөлменің үстіне, сосын үйдің үстіне, тағы жоғары қаланың үстіне, бәрі кішірейіп бара жатқанын көріп тұрсың. Шатырлар, жолдар, көліктер. Сен одан әрі көтеріле бересің. Бүкіл елдің, құрлықтардың үстімен. Міне жер, көкшіл, тірі, әдемі. Сен енді денеден, күйбең тіршіліктен тыссың. Сен таза санасың. Сен ғаламнан миллиондаған, миллиардтаған шақырымға алыстайсың. Енді жер әлемдегі жарық нүкте сияқты. Тыныштық, ғарыш, уақытсыздық. Сен шексіздіктің бөлшегісің. Енді ойша ғаламға бұрыл. Ол тыңдап тұр. Ол тірі. Сен онымен
байланыстасың. Енді сенімділікпен, сеніммен тілектеріңді іштей айт. Анық, қорықпай, не қалайсың? Қайда жетуге дайынсың? Бұл туралы ғаламға айт. Ол сені естіп тұр. Дәл осы күйде сәл бола тұр. Тілегіңді айт. Энергия толқындарының саған қайтып келе жатқанын сез. Сен жауап алдың. Ол сөзбен айтылмаса да, сенің ішінде. Дайын болғанда, ақырындап қайта орал. Жерді қайта көріп тұрсың. Жақындап келесің. Қала, үй, бөлме, өз дене. Баяу өз денеңе қайта кір. Тыныс алып жатқаныңды сез. Терең тыныс ал. Жаймен дем шығар. Бұл сиқыр емес, бұл нейропластика. Ми икемді құрылым. Ол сен күнделікті не естейтініне қарай өзгереді. Егер сен үнемі жаман сценарийларды ойласаң, ми қорқынышты жаттықтырады. Ал егер бақылап жіберуді үйренсең, тыныштықты жаттықтырасың. Сондықтан да рухани жарық каналындағы медитацияны күнделікті үзбей тыңда.